Дети, саламатсыздар ма, балалар? Мы продолжаем изучать раздел «Традиции и фольклор». Урок номер 34. Тема урока «Казахский народ». 34-ші сабақ, сабағымыздың тақырыбы «Қазақ халқы». Упражнение номер 1. Бірінші тапсырма. Прочитай тексты, подбери к каждому из них нужную картинку. Мәтінді оқимыз және осы суретке, осы сөздердің қайсысы тура келеді, соны жазатын боламыз. Бірінші текстке, яғни бірінші картина тура келеді, ал екінші текстке екінші картина тура келеді, ал үшінші текстке үшінші картина тура келеді. Бірінші текстке. Казахский народ соблюдает и хранит свои традиции. Қазақ халқы өзінің салт-дәстүрлерін ежелден сақтап келеді. Эти знания передаются из поколения и в поколение. Бұл білім ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келеді. Ал екінші суретке мына екінші сөз тура келеді. Яғни, казахский народ с уважением относится друг к другу и особенно к старшим. Қазақ халқы бір-бірлеріне өте жақсы қарым-қатынаста, әсіресе үлкен адамдарға дейді. Үшінші суретке мына үшінші сөз сөйлем тура келеді. Казахский народ очень приветливый. Казахские всегда встречают гостей, приглашают к дастархану. Главное блюдо – мясо по-казахски. Гости пьют кумыс и шубат. Қазақ халқы әрдайым қонақтарды үйлеріне шақырады. Олардың ең басты асы ол ет. Келген қонақтар қымыз және шұбат жеді. Уважение – құрмет. Заботливый – қамқор. Поколение – ұрпақ. Хранит – сақтайды. Приветливый – ақжарқан. Скажи, о каких чертах казахского народа ты узнал? Слова подсказки, көмекші сөздер қазақ халқының қандай мінездерін сен байқадың? Гостеприимный, приветливый, заботливый. Я узнал, что казахский народ гостеприимный. Үлгі, мен қазақ халқының өте қонақжайлы екенін білдім. Я узнал, что казахский народ приветливый. Қазақ халқы өте қонақжайлы халық екен. Я узнал, что казахский народ заботливый. Мен қазақ халқының өте қамқор екенін білдім дейді. Упражнение номер 2. Екінші тапсырма. Напиши в тетради предложение. Дәптерге мына сөзді жазып аламыз. Казахи – добрый, щедрый народ. Қазақтар ақкөңіл және жомарт халық. Үшінші тапсырма. Упражнение номер 3. Послушайте текст. Это стихотворение или рассказ? Мына мәтінді тыңдаймыз. Бұл жаттау ма, әлде әңгіме ме? Приходите в гости. Қонаққа келіңдер. Бабушка моя детей очень-очень любит. Угостит моих друзей, лаской приголубит. Если гость ко мне придет, друга приведу я. Бабушка кумус налет, пиалушку подает, самую большую от кумуса говорит, крепкий, вырастешь, жигит. Баянбаев. Приголубит, приласкает, еркелетеді. Кто и кого очень-очень любит, скажите словами стихотворения. Бабушка моя детей очень-очень любит. Угостит моих друзей, лаской приголубит. Что делает бабушка, когда к внуку приходят друзья? Угостит моих друзей, лаской приголубит. Какие слова она говорит детям, когда угощает кумысом? Бабушка кумус налет, пиалушку подает. Самую большую от кумуса говорит. Крепкий вырастешь, жигит. Упражнение номер 4. Төртінші тапсырма. Составьте из слов предложения. Мына сөздерден сөйлем құраңдар. Напишите их в тетради. Оларды дәптерге жазыңдар. Проверьте друг друга. Бір-біріңді тексеріңдер.
Казахский народ с уважением относится к старшим. Қазақ халқы құрметпен, үлкендерге құрметпен қарайды. В юрте всегда накрыт щедрый дастархан. Киіз үйде әрқашанда жомарттықпен жасалған дастархан бар. Упражнение номер 5. Бесінші тапсырма. Измени слова так, чтобы они обозначали много предметов. Расскажи однокласснику, как ты выполнил это задание. Бесінші тапсырмада сендерге айтып жатыр. Мына төмендегі сөздерді, яғни бұл жерде единственный числода жекеше түрінде тұр, иә? Осыларды енді біз көпше түріне айналдыруымыз керек, яғни множественный числоға айналдыруымыз керек екен. Друг, дос, иә? Дос, друг, дос, друзья, достар. Народ, халық, народы, халықтар. Жігіт, жігіт, жігіти, көп жігіттер. Гость, қонақ, гости, қонақтар. Юрта, киіз үй, юрты, киіз үйлер. Бабушка, әже, бабушки, әжелер. Сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңдар. Каналыма тіркеліп лайк баса кетіңдер.